КамАЗ жинап сатып, ақша табамын деп бір КамАЗды бастадым. Сөйтіп бір адамнан қарызға ақша алдым, бір адамнан мініп жүрген машинасын алдым, ағамның. Кризис басталып кетті. КамАЗдар өтіп кете беретін тұғын. Тура сол кезде сондай болып қалды енді. Мен де ұстаным өл тіріл уақытысында ақша қайтару. Базарға шығардым, машинаны алып. Ешқандай машина өткен жоқ, КамАЗ өткен жоқ. Мен уайымдап отырмын, ана қарызды қайтаруым керек. Не деймін? Ағамның алдында не деймін? Досымның алдында не деймін деп. Сөйтіп машина ішінде жатсам, жаңа ең соңында қалып, біреулер айналып жүр машинаны. Осы машина ғой, осы ғой дейді. Қаншаға бересің машинаны деді. 18 000 долларға берем дедім. Мен қарызды құтылсам болып деп тұрмын, жерде табысының керегі жоқ деп. Ағама Audi S4 әкеп беремін деп уәде беріп кеткем сол кезде. 2008 жылы жақсы машина еді ғой. Бізде Audi S4 бар деді. 13,5 мың доллар ақшамыз бар. Ана 4,5 доллар алсаң 18 000 доллар болады. Бересің ба машинаңды деді. Қуанып кеттім мен енді. Болады дедім. Онда кеттік жүр дейді. Үйіне барсам, келін түсіретін ұқсап, саморын қойып, бауырсақ пісіріп, қонаққа дайындалып отыр екен. Не жоқ қой, жаңа колеса деген жоқ. Қайдан көрдіңіздер бұл машинаны дедім. Әнінде бұны біз түнгі сағат 4-те түсімде көрдім. Содан көзімнен жас кетті мен бірден. Неге жылап отыр десейм мен түнгі сағат 3-те тұрып тахажжуд намазын оқыған тұғым. Неге жылайсың дейді да. Мен КамАЗ сатқаныма жылап тұрған жоқпын ғой өзі. Құдай мен ішінен естідім ба, сонда мен 3-те тахажжуд намазын оқыдым Құдайдан тілеп. Мына жақта түс көріп отыр да, Құдайдың құдіреті. Мынау жас адам таза болса, Құдайды таныса, қазақтың мақалдарын бәрі бекер айтылмаған, жастың тілеуі қабыл болады деп. Мына қазіргі елдің де болашағы жақсы болу үшін жастар дұғада тілекте болуымыз керек негізінде. Және жүріс-тұрысымыз таза болу керек та. Таза адамның тілегі ғана қабыл болады. Уәдесінде тұратын, намазы бар, Құдайды танитын, еңбекқор адамның жастың тілегі қабыл болады деген.